Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мәйек бүрек, яғни жұмыртқа бүрек дайындаймыз. Бұл ерекше әрі өте дәмді тағам. Дайындау әдісі қарапайым, ал нәтижесі керемет. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажет заттар: 6 дана жұмыртқа, көкпияз, 1 шай кесе сүт, 1 шай кесе сұйық май, қалауыңызша тұз. Барлық қоспаны үлкен ыдысқа салып жақсылап араластырамыз. Көкпияз тағамға ерекше хош иіс пен дәм береді, сондықтан оны көбірек қосуға да болады. Қоспамыз дайын болған соң оны бір шетке қоя тұрамыз. Енді қамырын дайындаймыз. Қамыр үшін бізге 1 жұмыртқа, тұз, жылы су. Қамырды жұмсақ етіп илейміз. Ол қолға жабыспайтындай болуы керек. Дайын болған қамырды жұқалап жайып, дөңгелек пішінде кесеміз. Енді қамырдың бір шетін жауып, ашық бөлігіне жаңағы дайындалған жұмыртқалы қоспаны құямыз. Жұмыртқаны құйып болған соң, қамырдың аузын жауып, жақсылап бекітеміз. Осы кезде қайнап тұрған суға дайындалған қамырларды салып, 5-10 минут қайнатамыз. Қамыр пісіп, жұмыртқамен жақсы бірігу керек. Дайын болған жұмыртқа бөліктерімізді табаққа салып, үстіне аздап сұйық май жағып шығамыз. Бұл олардың құрылымын жұмсақ әрі жылтыр етеді. Сонымен қатар әдемі көріну үшін үстіне ұсақталған көкпияз немесе үгітілген ірімшік себуге де болады. Міне, біздің мәйек бүрек дайын. Бұл тағамды шаймен де, басқа тағамдармен де бірге ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.